сен қасыма отыра ғой. Не жасап Ботам, мен сырмақ сырып отырмын. Сырмақ сырып, тігін тігіп отырмын. Әже, сырмақ деген не? Ботам, сырмақ деген бұл атауға айтып тұрғандай, сырылып, көрпешеге көптеп тігетін сырмақ. Ботам, бүгін балабақшада не істедіңдер сен? Ою. Балабақшада ою ойдыңдар ма? Оюлары қандай, әдемі ме екен? Иә, ол ою ұқсай ма осы оюларға? Жарайсың, Ботам. Әже, манда да үйретіңізші. Жарайды, Ботам, үйретейін. Не қызым, Ботам, қара, мынау қошқар мүйіз деп аталады. Бұл қошқар мүйіз дегені ертеде ата-бабаларымыз 4 түлік мал ұстаған, үй жануарларын ұстаған. Ал сол кезде осы қошқар мүйізді киізге, текеметке, құрақ қылып құраған, киізге басқан. Бұл қошқар мүйіз деген байлықтың белгісі деген оюлап, және мына ағаш үйдің жабдықтарына қолданған. Сол әдемі болып тұру үшін осы қошқар мүйізді көп қолданған екен. Міне, Ботам, қара, қошқар мүйіздің әр түрлі түрлері бар екен. Мынау да міне қошқар мүйіздің бір түрі. Және міне ши құрақ деп аталады. Әр түрлі құрақтар бар екен. Құрастырып тігетін. Құрақтардың түрлері көп. Көрдің бе, Ботам, міне? Міне, Ботам, саған көрпеше тігіп беремін. Мақтаны оның үшін ішіне саламыз. Мақтаны салу жолы осылай. Саған әдемілеп көрпеше тігіп беремін қазір. Міне, Ботам, сенің де көрпешең дайын болып қалды. Қазір мен кішкене жерін тігіп жіберейін, сосын көрпешең дайын болады. Әже, әдем болды. Ботам, саған ұнады ма? Иә. Жарайсың, айналайын. Ботам, ата көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер деген. Мен де өз білгенімді саған үйретіп жатырмын.